Саламатсыздар ма? Мен Excel программасын тез арада үйрену видеороликтарын жалғастырам. Келесі біздің видеороликтің тақырыбы инструмент фильтр. Ол не фильтр және оның қандай бізге пайдасы бар, көмегі бар. Яғни ол үшін фильтрді істеп алуымыз, шақыруымыз үшін бәрін былай ұяшты ұстап тұрып белгілеп аламыз. Белгілеп алғаннан кейін главная закладкадегі инструмент сортировка фильтрге барамыз. Бардық. Байқап отырғаныңыздай бізде мынандай қосымша белгілер пайда болды. Ол не ол? Мысалға біз мына жерде менде материалдар тізімдері тұр, бірақ бұл тізім үлкен. Бірақ біз белгілі бір материал іздегенде біз уақыт жоғалтпау үшін белгілі бір тез арада тауып алу үшін қолданылады бұл инструмент. Мысалға менде текст смесительдерді қалдыруым керек. Ол үшін мен басам значоктан мықты бүкіл аттар тұр. Ол емес, біз текстовый фильтр начинается S деген басамда жазам смеситель, смес десем болды. Ағылшынша жазыспын, қазір смес деп жаза салам. Окей. Баса сала. Сонда сізде тек смесительдер қанша түрі бар, соны ғана көрсетеді. Қалғандарын ол алып тастап тұр, бірақ мына жерде ішінде. Бірақ оны көрсетпей тұр Excel программасы. Тек өзімізге керек смесительдерді қалып тұр. Міне 5-12. Тез арада біз жаңа поискімізді тездету үшін пайдаланады. Яғни тағы да көрсетейін. Текстовый фильтр начинается S, например, смеситель мысалға. Одан кейін бұл қайтып бүкіл тізімді көруіміз үшін белгілеп қайтып шақырамыз. Мына жерде текст выделить все басамыз. Окей, қайтып өз шық. Тағы да қайталайық. Біз тек раковинаны қалдырайық. Басамыз. В текстовый фильтры начинается S. Раковина мысалы. Осындай сөздерде бар мысалы. Окей, раковинаны қалдырды. Қайтып істеуіміз үшін выделить все қайтып басамыз. Окей. Енді бұны санға да істеуге болады. Мысалға, басында единица ұстаймыз, кіреміз. Текстовые фильтры мне. Равно, больше, мысалы, большені таңдайық. Больше, мысалға, 10 000 теңге дейік. Мысалы, 10 000. Окей. Менде бүкіл 10 000 теңгеден үлкендерді ұяшықты таңдады. Көріп тұрсыз ба мен? 17 000, 10 000, қайсының бағасы 10 000-нан үлкен, соны ғана қалдырды. Мысалы, қайтып істейік. Текстовый фильтрі менше дейік. Менше 10 000 дейік. Шағымызды қайталайық. Сонда бізде бағасы 10 000-ға дейінгі бағасы бар заттарды қалдырды. Мысалы, байқап отырсаңыздар. Көрдіңіздер ме? Мысалы, осы инструмент фильтр. Қайтып баруымыз жаңағындайға белгілеп аламыз. Выделить все. Рахат инструмент. Көп қиналмайсыз, бәрін тез арада тауып. Бұл фильтр алып тастағыңыз келсе, барасыз, белгілеп аласыз, қайтып мындай қылып. Одан кейін сортировка фильтрге барасыз да, фильтрді басып тастайсыз. Сол кезде мына жерде қосылмай тұру керек. Бітті. Болды. Сізде списіңіз бастапқы жүйеге қайтып келді мысалға. Тағы да қайталайын, бәрін бүйтіп белгілеп аласыз. Белгілеп алғаннан кейін сортировка фильтр басасыз. Болды. Одан кейін керек ұяшығыңызға барасыз. Мысалы, мынаудан тексттер ғой. Текстовый начинается S, мысалы, заканчивается или начинается S дейсіз. Мына жер сандар болса, числовые параметры деп шығады. Больше, меньше, равно, не равно, меньше или равно, между. Бәрін таңдауға мүмкіншіліктеріңіз бар. Оны Excel программасы сол жағынан өте күшті. Өте есеп шығаруда жеңілдіктер өте көп. Таңдау кезде де фильтрдің өзі фильтрация, яғни белгілі бір ережеге, тәртіпке сәйкес таңдап алу, сұрыптау деген мағынаны білдіреді ғой. Осылай керегімізді ықшамдап аламыз. Енді келесі сабақтымызда енді формула қоюды үйретем. Ол формула қалай қойылады, Excel программасында қалай тез қоюға болады, жалпы қалай жүзеге асырады, соны жөнінде түсіндірем. Фильтр программа түсінген шығарсыздар деп ойлаймын. Жалпы жұмыс барысында пайдалана беруіңізге болады. Енді распечатканы көрсетішпейін, разметка страницаға барасыз. Ориентация, книжный таңдаймын мысалға. Одан кейін масштаб деген тұр мына жерде, сол жерде азайтам. Сол кезде мені проценті мысалға үлкейді міне. Процентім шекара мынамен біту керек.
Сосын бәрін белгілеп аламын бүйтіп керегімді. Міне белгілеп алдым. Ctrl-P-ні басам. Печать немесе файл мына жерге барам да. Печать. Принтердің атын таңдаймын, выделение диапазон деймін. Окей басам. Шығарады неше копиядан керек екені. Жақсы, онда бүгінге осы сабақ аяқталды. Келесі сабағымыз енді формула қою. Жіберіп алмайсыздар деп ойлаймын. Жақсы, сау болыңыздар.